Армысыздар, құрметті көрермендер. 22-ші емтиханның шешуіне қош келдіңіздер. Тақырыбымыз тепе-теңдік. Бірінші, екінші сұрақ. Тар судың тығыздығынан 4 есе тығыздығы көп текше, оның тығыздығы демек 4 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Дене салмақсыз серіппеге қойылады. Дененің төменгі беті серіппенің төменгі ұшынан 20 см биіктікте орналасқан. Дене серіппеге қойылады. Дененің төменгі беті серіппенің төменгі ұшынан 20 см биіктікте орналасқан. Содан кейін серіппе 3 тең бөлікке бөлініп, дене олардың біреуіне ілінеді. Мынаның несі К болсын, К. Так. Сосын енді наоборот іледі, осының біреуіне. Бұның ұзындығы, общий ұзындығы L0 болса, мынаның уже ұзындығы L0 бөлінген 3 болады. Бірақ бұның қатаңдығы 3К болады. Нені ілген кезде ол уже плюс X-ке ұзарады. Енді екінші жағдайда не дейді? Бұл жағдайда дененің төменгі беті іліну нүктесінен 40 см қашықтықта орналасады. 40 см екен. Мынаның негізі бастапқы ұзындығы мына жер болса, мынау бізде Y кеден түскен, демек, мына жерде не болады? MG KY-ге тең. Мына 20 см неге тең? Бұл L0 азайтылған Y-ге тең. L0 азайтылған Y тең болады 20 см. Екінші жағдайда L0 бөлінген 3 қосылған X тең болады 40 см. Сосын MG KY-ге тең, сосын мына жерде MG неге тең? 3К көбейтілген X-қа тең. Осы жерден қарап отырсаңыз, мына екі теңдеуден бір-біріне бөліп жіберсек, Y-тің 3X-қа тең екендігін білеміз. Так, деформацияланған серіппенің ұзындығы L0 неге тең дейді. Сосын тағы да бір, мына жерде дененің қабырғасының ұзындығы дейді. Мына жерде қабырға бар ғой. Так, мынаған қосамыз еще тағы қабырғаны. Қабырғасының ұзындығы деформацияланбаған серіппенің ұзындығынан 1,5 есе аз. Мынандай тағы теңдеу бар. Y-тің орнына 3X-ті қояйық. Бізде мынандай теңдеу болады. L0 азайтылған. Y-тің орнына 3X тең болады 20 см-ге. Сосын A дегеніміз ол L0 бөлінген 1,5 деген 3 бөлінген 2 қосамыз. L0 бөлінген 3 қосылған X тең болады 40. Осы жерде не болады? Мынаған жоғары жаққа 2 шығып кетеді. 2 қосылған 1 3 болады. 3 L0 бөлінген 3 L0 болады. Яғни мына теңдеу L0 қосылған X тең 40 болады. Сонда L0 азайтылған 3X тең 20. Бір-бірінен азайтып жүрек екеуін. Сол кезде минус 3X минус X минус 4X тең болады 20 минус 40 минус 20. Демек X бізде 20 бөлінген 4 5 см-ге тең. Y бізде 15 см-ге тең. Ал L0 қосылған 5 тең болып 40-қа, L0 бізде 35 см-ге тең екен. A неге тең екен? A дегеніміз бізде L0 35 бөлінген 1,5 см. Жақсы, оны пока есептемей тұра тұрайық. Қайтадан бір тексеріп шығайық. Бүкілі дұрыс па екен? Судың тығыздығынан 4 есе көп, мына нәрсе берілген.
текше салмақсыз серіппе қойылады. Дененің төменгі беті серіппенің төменгі ұшынан 20 см биіктікте орналасқан. Ол басында дене былай қойылғалы жатыр ғой. Сол кезде оның ұзындығы, мына ұзындық L0 болған, Y-ке төмендейді. Сонда KY деген күш серіппе күші болады. Дұрыс. L0 азайтылған, Y тең 20. Сосын екінші жағдайда 3-ке бөледі дейді. 3-ке бөлсе, ол қатаңдығы 3 есе көбейеді, ұзындығы 3 есе азаяды. Оған қосамыз X-ті, жоғары қарай KX тең 3 әзіреді. KX MG-ға тең. KX 3KX тең MG-ға. Ол дұрыс. Енді 40 см ол дененің төменгі бетінің іліну нүктесінен, яғни қабырғаны қосамыз, оның бастапқы ұзындығына еще ұзаруына. Дұрыс. Сосын дененің қабырғасының ұзындығы деформацияланбаған серіппенің ұзындығына 1,5 есе аз. Оның барлығын жаздық. Y-тің 3x екендігін таптық. Орнына қойдық. Мына жерде 2 қосылған 1 3 болып кетеді. 3-ке 3 бөлеміз. L0 болады. L0 қосылған x тең 40. L0 азайтылған 3x тең 20. Мынау 5, мынау 35. 35-тен 15 20. Дұрыс. Бүкілі дұрыс келе жатырмыз. Мынау бірінші тапсырмамыздың жауабы. Енді екінші тапсырма. Қатаңдық неге тең дейді? Қатаңдықтың формуласы неге тең еді? Міне, mg бөлінген y. mg бұл 4000 килограмм бөлінген метр куб тығыздық. Енді қабырғасы деген 0,35 бөлінген 1,5-ның кубы. Бұл жерде метр куб болады. Біз сантиметрді сразу бұлай метрге аударып жаздық. Көбейтілген гравитация 10 метр секунд квадратқа тең. Бөлеміз. Так, и Y дегеніміз бізде 15 сантиметр. Ол 0,15 метрге тең. Сонда 0,35-ті бөлейік 1,5-ға. Бұның кубы көбейтеміз. 40.000-ға бөлеміз 0,15-ке. 3388 К бізде 3388 ньютон бөлінген метр. Егер мен қателеспесем, бүкілі осылай дұрыс болу керек. Келесі енді үшінші есеп. Бізде 6 сан бар. 2, 3, 8, 3, 2, 8 деген 6 сан бар. Олардың барлығы бірдей сымнан жасалған. Тұтқаның массасы, мына тұтқа деген рычаг. Және де сандардың қалыңдығы ескерілмейді. Тепе-теңдік орнауы үшін тіректен есептегенде қай ұяшыққа қою керек? Мына жақтан бастап есептеген кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Осының қайсысына қойса тепе-теңдік орнайды дейді. Так, енді есептейік. Мынада қанша не бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жерде бізде 7 mg әсер етіп отыр. Қашықтық неге тең? 2,5-ға тең. Бұл тура симметриялық. Ал 3 деген симметриялық емес. Сол үшін 3-ті біз 2-ге бөлеміз. Мына жақтан бізде 2 mg әсер етеді. 1, 2, 3. Мына жақтан болса бізде 3 mg әсер етеді. Қашықтығы, мынаның қашықтығы неге тең? 1, 2, 3, 4. Мынау болса, еще жарты бар. 2 деген ол 1, 2, 3, 4, 5. Симметриялы. Оның ортасы мына жерде центр массасы осында. Симметриялы. Бұның массасы 5 mg. Мына 3-ті де есептейік бұлай. Ортадан 3 mg. Қашықтығы 1, 2, 2,5. Жарым. Еще мына жерде жарты бар. Мына жақтан бізде 2 mg бар. Мынаның ортасынан 5 mg
әсер етеді. Бұның қашықтығы неге тең? 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке тең. 8-де 7 mg масса бар. Бұның қашықтығы неге тең? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 жарым. Так, қайтадан 8 есептейік. 8 ол 1, 2, 2 жарым, 2 жарым көбейтілген 7 mg қосылған. Так, 2 mg 1, 2, 3, 4 қашықта орналасқан. 2 mg'ді 4-ке көбейтеміз, қосылған. 3 mg бізде 1, 2, 3, 4, 4 жарым. 4 жарым қашықта орналасқан, қосылған. 5 mg'ді x қашықтыққа қоямыз, тең болады. Мына жақта 3 mg 2 жарым қашықта орналасқан, 2 mg 3 қашықта орналасқан, қосамыз 5 mg. Бұл 1, 2, 3, 4, 5. Тойдыр. 5 емес, 1, 2, 3, 4, 4 жарым екен ғой. 4 жарым қашықтық. Так, 4 жарым, 5 жарым, 6 жарым. Қосылған 7 mg көбейтілген 6 жарым болады. mg-лардың барлығын қысқартып жіберейік. 2 жарым көбейтілген. Так, мына жақта калькулятормен тез шығарайық. 2 жарымды 7-ке көбейтесіз. Қосылған 2 7-ге 4 8. Қосылған 3-ті көбейтеміз 4 жарымға 39. Сол жақта 39 қосылған 5x болады. Ал оң жақта 3 көбейтілген 2 жарым 7 жарымға тең. Қосамыз 2 7-ге 3 6. Қосамыз 5 көбейтілген 4 жарым. Қосамыз 7 көбейтілген 6 жарым. 81 жарым. Так, 81 жарымнан 39-ды азайтамыз. Осыны бөлеміз 5-ке. Жауап 8 жарым дейді. Так, 8 жарым деген қай ұяшық? Мынау міне? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 жарым. Мына жер, яғни 9-шы ұяшық. 9-шы ұяшыққа қою керек. Так, енді 4-ші есеп. Доп. Бұл доптың массасы жарты килограмм, радиусы 5 сантиметр. Және де дене бұл 2 килограмм. Тепе-теңдікте тұр. Қабырғадан денеге дейінгі қашықтық берілген. Үйкелістің минималды коэффициентін тауып, 100-ден 1-не дейін дөңгелектеңіз дейді. Так, бізде қабырғада үйкеліс жоқ деп есептейік. N деген күш болсын. Бұлай қарай қандай күш әсер етеді? mg. Және де бұлай қарай бізде N деген күш әсер етеді. N1. Бұл N1. И мына жақта еще mg деген күш бар. Сонда мынау N2. Мына жақта бұлай қарай үйкеліс күші бар. Үйкеліс күші. Үйкеліс күші бұл жағдайда миу N2-ге тең. Так, мына жерде біз бұрыш егер тета болса, мынаны тета десек, біз былай істесек болады. Мына күшті 2 проекцияға бөлсек болады. Мынау N1 синус тета, N1 косинус тета. Сонда қараңыз, N1 көбейтілген синус тета тең болады үйкеліс күшке. Ал N1 көбейтілген косинус тета қосылған mg тең болады N2-ге. Сосын мына жақта қараңыз, жоғарғы екінші
жоғары жақтағы денеге әсер ететін күш n1 көбейтілген косинус тета, иә, былай қарай проекциясы. Бұл неге тең? mg-ға тең. n1 косинус тета бұл бізде mg-ға тең. Ой, кешіріңіздер, бұл кішкентай mg. Топтың ауырлық күші. n2-нің орнына біз не жазсақ болады? Демек бұл m1 косинус тетаның орнына m қосылған үлкен m g жазсақ болады, иә? Ал n1-дің орнына біз mg бөлінген косинус тета десек болады. Сонда синус тета бірінші теңдеу не болады? Көбейтілген n1, иә? n1 бұл mg бөлінген косинус тета тең болады мю көбейтілген m қосылған m g. Гравитацияны қысқартамыз. Синус бөлінген косинус ол тангенс тета. Бұл жерден де кішкене бұна бұрышынан қарастырайық. Так, бұны бұлай дұрыстап алып қарастырып, бұл үш бұрышты зерттейміз. Так, бізде мына қашықтық бізде радиусқа тең, иә? Сонда мынау L азайтылған радиусқа тең. Ал мынау бізде арға тең. Мынау бізде радиусқа тең. Сонда бұл жерде біз синус тетаны таба аламыз, иә? Синус тета. Синус тета бізде L минус R қарсы катет бөлінген гипотенуза. L дегеніміз 7,5. 5-ті азайтсақ, бұл 2,5 болады. 2,5 бөлінген R бізде 5-ке тең. Яғни 2,5 бөлінген 5, ол 0,5. Демек бізде бұрыш 30 градусқа тең. Сонда біз мына жерде мю тең болады неге? M көбейтілген тангенс 30 бөлінген M плюс M. Сразу калькулятормен табайық. M кішкентай M дегеніміз ол 0,5. Көбейтеміз 30-ның тангенсіне. Бөлеміз. Үлкен M қосқан кішкентай M ол 2,5. Жауап 0,115. Жүздікке дөңгелектесек 0,12 болады. 100-ден 1-ге дейін дөңгелектедік. Жақсы, осымен біздің есебіміз тәмамдалды. Сау болыңыздар.